İmam Maturidi деген кім? İmam Maturidi Орта Азияның Самарқанд деген жерде елді мекенде Матурид деген ауылда дүниеге келген. Сол Орта Азияда пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның ақидасын жеткізген, таратқан және қорғаған ғалым ретінде қарастырамыз. Әхлі сүнна уал жамағатының бірден бір ұлық ғұламасы имам Абу Мансур әл-Матуриди. Имам Абу Мансур әл-Матуридидің ұстаздары Ханафи, Табақатул Ханафия тізбегіндегі имам Абу Ханифаға барып тіреледі. Имам Абу Ханифа өзі табиғин 4 сахабаның көзін көрген, 4 сахабаның көзін көріп, Абу Ханифа сахабалардан білім алған. Ал сахабалар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан. Осылайша имам Абу Мансур әл-Матуридидің тізбегі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға жетеді. Кім? Имам Матуридидің ақидасын ұстанам деген сөз, онда ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның ақидасын ұстанды деген сөз. Сондықтан да имам Абу Мансур әл-Матуридиді жанахайни әхлі сүнна вал жамаа деп атаған. Яғни әхлі сүнна вал жамаатының қос қанаты, яғни Ашари мен Матуридиді меңзеп тұр. Сонымен қатар имамул мутакаллимин, яғни ақида ғалымдарының имамы, имамул худа, тура жолдың имамы деген лақаптарға ие болған шоқтығы биік ұлы ғалым әхлі сүнна вал жамаатының. Сонымен қатар имам Матуриди ақидасында Алла Тағаланың бүкіл есми сипаттарына толықтай иман келтіру болып есептелінеді. Сонымен қатар Құранда аят бар: «Уахуа маакум айнама кунтум» деген. Сендер қай жерде болмасаңыздар да Аллах Тағала сендермен бірге деген. Китабы таухид деген еңбегінде имам Абу Мансур әл-Матуриди не деп айтқан? Аллах Тағала білімімен деп түсіндірген. Ілімімен барлық нәрсені қамтиды дейді. Көрдіңіздер ме? Бұл әхлі сүнна уал жамаатының ғалымы.